Алматы облысының Қарасай ауданы ежелден ғылым білімге, мәдениетке, еркін ойға құмар азаматтарының мекені болып келген. Сол аймақта орналасқан Ораз Жандосов ауылы өткен ғасырдың тағдырлы кезеңдерін бастан кешкен ауылдардың бірі. Ораз Жандосов ауылы тарихы терең, өткені мен бүгіні табиғи түрде сабақтасып жатқан киелі өңір. Бұл ауылдың әр бұрышынан елдік рух пен тұлғаға деген құрмет сезіледі. Ұлт тұлғасының есімі берілген бұл ауыл бүгінде айқын даму жолына түскен. Инфрақұрылымы жаңарып, жаңа нысандар бой көтеріп, мәдени өмірі жандана түсті. Көшелер абаттандырылып, түрлі алаңдар ашылды. Ауыл шаруашылығы мен кәсіпкерлік өркендеп келеді. Жергілікті халықтың бірлігі, еңбекқорлығы, ұрпақ тәрбиесіне деген жауапкершілігі бұл өңірдің келешегінің жарқын боларына сенім ұялатады. Ораз Жандосов ауылында жігері жалындаған жастар көп. Ауылдың мақтанышына айналған бұл өрендер білім мен еңбекті ту етіп, түрлі салада үздік нәтижелер көрсетіп жүр. Солардың бірі спорттың сан түрінен топ жарып жүрген сайыпқыран Мақсат Қиқымов. Ауылдың атын асқақтатып жүрген алып күш иесі үлкендерге сүйеніш, кішілерге үлгі. Өз ауылының болашағына жауапты екендерін сезініп, туған жердің төрінде тынбай еңбектенуде. Дәл қазір Ораз Жандосов ауылындамыз. Қазыналы өлкенің бірі. Міне мынандай керемет спорттық құралдарға қарабақ, осы жерде бір спорт сүйер жанның, осы бір қазақтың ұлттық спорт түріне үлесін қосып жүрген азаматтың тұратынын аңғарып отырған шығарсыздар. Дәл қазір танысамыз, білеміз, әңгімелесетін боламыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қош келдік. Өзіңізбен міне жүздесудің де сәті түсті. Айтады ғой қазақ, елінің атын ері шығарады дейді. Міне өзіңіз осы бір киелі тұтқан, жаңағы киелі мекен Ораз Жандосов ауылының шыққан бір азаматсыз. Қазақтың ұлттық спортын төрге сүйреп жүрген, туын тікке көтеріп жүрген азаматсыз. Енді міне біз өзіңізбен сұхбаттасудың сәті түсті. Қуаныштымыз. Енді жалпы спортқа, осы қазақ күреске қалай келдіңіз? Не түрткі болды жаңағы? Жалпы мен жас кезінен осы біздің менің атам Санжар Жандосов. Туған атамның ағасы болған. Санжар Жандосов, ол өздеріңіз білесіз, осы ауылының, Ораз Жандосов ауылының баласы. Сол кезде ол совет үкімет кезінде осы федерация дзюдоның президенті болған, тұңғыш. Одан кейін соның атынан әртүрлі әлем кубоктары өтетін еді. Біздің Алматы қаламызда, Балуан Шолақ сарайында әлем кубок өтетін еді. Біз бәріміз осы туысқандар, Жандосов әулеті, Қиқымовтар әулеті. Мен өзім Қиқымов, Мақсат Сәкенұлы. Неге десеңіз, Қиқымов ол Ораз Жандосовтың әкесі. Сосын біз бұрын Жандосовтар болғанбыз, сосын қыз Қиқымовтар. Ары қарай біз осылай ұрпақтарымызға, бала-шағамызға аталы әкелеріміздің фамилиясын бере береміз. Енді сол кезде біз сол Жандосовтар, Қиқымовтар әулеті болып, бәріміз осы турнирге баратын едік. Сол кезден бастап мен 10 жастан қатты қызығып кеткен күреске, дзюдо күресіне. Сол жарыстан кейін мен осы секциялар тауып, әкем маған рұқсат бермеген. Ол сен айтады, плаванияға бар, басқа түрлеріне бар, бірақ күреспен айналыспа, бокспен айналыспа, болмайды деп. Мен оған айтпай, өзім барып, дзюдо секциясына жазылып, одан кейін қазақ күресімен қатысып, осылай күреске жалпы келгем. Мына жерде бір нәрсе, мына білегіңіз жуан, кәдімгі бір күші тасып тұрған бір, қарап тұрсам. Бізбен салыстырғанда енді. Бұның бәрі табиғи ма, жоқ әлде бір жаттығу? Жоқ, ол тек қана еңбек. Еңбек. Күнде еңбек. Мен қай жерде жүрсем де, студент кезінде болсам да, банкте 8 жыл жұмыс істеген кезде бас бухгалтер болдым, 6 әртүрлі банктерде жұмыс істедім. Сосын 10 жыл мемлекет қызметкерлер болдым. Қазір одан кейін атамекен басқардым. Сосын қазір бизнесте кәсіпкер болып жүрген кезде ешқашан спортты тастамаған. 6-да тұрам, 6:30-да жаттығу жасайым, 8-ге дейін 8:30-да жұмысқа кетем. Кешке шығам 8-де, 8-ден 10-ға дейін жаттығу жасайым. Күніне 2 жаттығу жасап, осылай тек қана еңбекпен осындай жетістіктерге жетуге, жеңістерге жетуге болады.
Жалпы мына осы штанганы айта кетсек, Иә, мына зілтемір. жерде зілтемір. Мынау неше килограмм? Осы жатқан. Мынау 50 килограмм. 50 келі. 50 келеден жоғары 70-ке дейін көтеруге болады, бірақ стандарттық салмақ осы 50 килограмм келі. Неге десеңіз, бүкіл ана осы бізде грузин палуандары айтады ғой, ең мықты, күші көп дегендей. Сол бізді күреске сондай качка жасау керек. Енді Яғни грузиндердің жаңағы әдісін, күреске пайдаланасыздар, иә? Өте жақсы. Көтеріп көрейікші, қандай әдіс ол? Маған қызық. Мен осы грузиндерден көріп, өте мықты упражнениялар олар көрсеткен. Сол жағын сізге көрсетіп жіберейін. Қалай ол күреске қатты көмек беретін, осы біз күнде жасаймыз. 50 килограмм салмақ, осыға жетеді. 10 подход жасау керек. Бір подходты 75 рет осы штанганы көтеру керек. Қолынан тастамай. Бірден, иә? Бірден демалмай 75 рет. 75 ретті біз 5 упражненияға бөлеміз. Сол бірінші упражнение көрейік. 50 килограмм алу, 15 рет тоқтамай тез-тез. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өсіп ала береді. Сосын одан кейін мынаны тастамау керек. Енді толчок дейді бізде. 15 рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 15 рет жасадыңыз. 15 рет одан кейін тастамай мына штанганы көтеріп мойнына қоямыз. Зілтемірді, иә. Ары қарай уже 15 рет приседание дейді бізде. 1, 2, 3, 4, 5. 15 рет жасап болдыңыз. Одан ары қарай тастамай жатамыз. Жатқан кезде аяқпен бере саламыз. И 15 рет тоқтамай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одан кейін тастамай сразу тұрамыз. 15 рет становый енді. 1, 2, 3, 4, 5, 15. Итого 75 рет ол бір подход. Бір подход. Бұл енді жаңа жата қалып лақтыру, иә? Күрес әдісіне ең тиімді әдіс осы. Ең қиын осы. Бұл жерден сіз сөйлегеннен кейін ол жерде демді ұстап тұру керек қой іштен сөйлеген. Әрине. Оны ентігіп қалып жатса жаңағы мысалы. Иә, сосын бір оны 2-3 палуанмен жасау керек. Одан кейін олар жасап болады. Екінші подходқа көшеміз. Жалпы 15 рет. 10 подход. 10 подход. Жалпы есебі қанша шығады? 750 рет. 750 рет. Осы 50 килограмм штангын көтеру керек. Мына темірмен алысу керек. Иә, алысу керек. Мынау айтқанда бұл қарсылас қой. Қарсыласқа келген кезде осының жаңағы нәтижесін сол жерде береді ғой, иә? Иә. Жаңа 750 сол жерде бір желкеден ұстап, оңай бір қарсыласты бүру үшін, иә, жаңа ұстап. Қаншама тер, иә, еңбек. Еңбек, иә. Мен де бағым сынап көрейін енді. Көрейік осы. 5 жаттығуын жасап көріңіз. 5 жаттығу деп жатырмыз. Мен жаңа сырттан қарап тұрғанда бір оңай сияқты көрінді. Енді сізге қарап, біз енді мына қағаз қаламнан басқа көтеріп жүрмегеннен кейін бірінші рет, ойбай, былай, иә? Былай қою керек. Былай қою керек па? Мынау менің асыр. Енді былай толчок жасау керек, 15 рет. Былай алдыға қарап. Лақтыру керек. Болмайды екен. Мойындау керек. Міне, жігітше, мынаның қаншалықты қиын жаттығу екен мен міне. Осы жерде тұрып мойындадым. Бірақ енді мына осы жаттығудан кейін күресті де оңай болады. Ел арасында беделі биік, еңбекеленген, талапты азамат ауылына үлгі болып келеді. Өз ісіне жауапкершілікпен қарап, жетістіктері мен жұртшылықтың сүйіспеншілігіне бөленген мақсаттың табыстары Жандосов ауылының атын шығарып, жас ұрпаққа шабыт сыйлайды. Осындай жастар бар ауылдың абыройы асқақ, болашағы жарқын. Мен де Жандосов ауылын жақсы көрем. Неге десеңіз, мен атам осы жерде туып өскен, әкем туып өскен, мен осы жерде туып өскен, және менің балам, немерелерім осы жерде тұрса, өте керемет болады деп ойлаймын. Тірі болсам, Жандосов ауылына қызмет етпей қоймаймын. Қарасай ауданы елдің тарихы мен мәдениеті тоғысқан, ұлттық дәстүрді көздің қарашығындай сақтаған өңір. Әсіресе көкпар ойыны тұрғындар арасында үлкен қызығушылыққа ие. Ат құлағында ойнайтын шабандоздар бәсекесі көрерменді баурап, ауданның спорттық рухын көтеріп жүр. Жергілікті жастарда ұлттық ойынға ден қойып, түрлі жарыстарға қатысып, шеберліктерін шыңдауда.
Көкпар қазақтың қанына сіңген, батырлық пен ептілікті, атбегілік өнерді талап ететін ұлттық сайыс. Қарасай ауданында бұл спорт түріне деген қызығушылық жыл сайын артып, ауыл тұрғындары мен жастар арасында кеңінен таралып отыр. Қарасай ауданында ұйымдастырылатын көкпар жарыстары тек спорттық шара ретінде ғана емес, ауыл аймақты жақындататын, татулық пен ынтымақты нығайтатын маңызды оқиға. Жарысқа келген көрермендер жанкүйерлік танытып қана қоймай, өзара бірлікті, достықты сезінеді. Үркек толқуыңызды торып жатсыздар. Ермұхан Оразымбетов, Азат Мақсұт. Қарасай ауданы спорт саласының қарқынды дамып келе жатқан өңірлерінің бірі. Соңғы жылдары жастар мен жасөспірімдер арасында әртүрлі деңгейдегі спорттық жарыстар жиі ұйымдастырылып, ауданның спорт инфрақұрылымы да айтарлықтай нығайып келеді. Бұл бастамалардың барлығы жас буынның денсаулығын жақсартуға, олардың бос уақытын тиімді өткізуге бағытталған. Аудан үшін ерекше маңызға ие спорт түрінің бірі бокс. Қарасай жерінде жыл сайын өткізілетін халықаралық турнирлер жас спортшылардың шеберлігін арттырып қана қоймай, үлкен жеңістерге бастар жол ашады. Әлемнің әр түкпірінен келетін жас боксшылармен кездесіп, тәжірибе алмасу жергілікті спортшылар үшін баға жетпес мүмкіндік. Бұл өз кезегінде жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтын қалыптастыруға ықпал етеді. Қарасай ауданының жас боксшылары соңғы жылдары республикалық және халықаралық ареналарда жақсы нәтижелер көрсетіп келеді. Бұл аудан спортын дамытуға бағытталған жүйелі жұмыстың нәтижесі. Алатаудың баурайында орналасқан көрікті мекен Қарасай ауданы табиғаты жайқалған, ауыл шаруашылығына қолайлы, жасыл желекке бай өңір. Осындай табиғи артықшылықтарды тиімді пайдаланып, Жандосов ауылында бірнеше жылдан бері көшет өсіретін арнайы питомник жұмыс істеп келеді. Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Жұмыстарыңыз жақсы ма? Жандосов ауылдық округінің әкімі Алмас Жамбауов аталған питомниктерге жүйелі түрде барып, ондағы жұмыс барысын, шаруашылықтың жай күйін жіті бақылап отырады. Ол өсімдік күтімінің сапасы, суару жүйесі, еңбек өнімділігі секілді бағыттарды назарда ұстап, мамандармен пікір алмасып, туындаған мәселелерді дер кезінде шешуге ықпал етеді. Гүлдердің бәрін нетеміз ғой, қарап жүреміз, әдемі өссін деп. Сорттар көп қой да гүлдің? Сорты көп, иә, аттары да әр түрлі. Мыналар кустарниктер, анжақта гүлдер барына гүл ашып тұрғандар, әдемі. Бұл питомник тек қана ауыл тұрғындарын емес, жақын маңдағы аудандар мен қала тұрғындарында сапалы көшеттермен қамтамасыз етіп отырған маңызды шаруашылық нысан. Қанша жыл болды істеп жатқаныңызға бұл жақта? 6 жылдай болды мен істегеніме. Мен басқа жерде жұмыс жасадым. Көбісі бұрыннан жұмыс істей ма? Иә, бұрыннан істеп жатқандар бар. Бұл тек қана Қаскеленнің тұрғындары ма, жұмысшылар? Иә. Или Алматыдан келіп жұмыс істейтіндер бар? Жоқ, мен өзім Ұландікімін. Қарасайский район, поселок Ұланнан. Сол жақтан келесіз? Иә, развозкамыз бар ғой, таңертең алып келеді, кеште апарып тастайды развозкамыз. Қыста қалай сонда жұмыс? Қыста бізде пикировка деген болады. Семенамен мынандай тақтайшаларға гүл егеді, ол шыққаннан кейін оны отдельно әр неге палеткаға отырғызамыз. Отдельно. И станокпен да егет, и қолмен да егет. Қолмен егетін гүлдер болады ғой. Станокке жүрмейтін семеналар болады, крупный. Қанша гектарына не вообще? Гектар 16 или 20 сондай. Питомникте өсірілетін көшеттердің басым бөлігі аймақтың климаттық жағдайына бейімделген сорттар. Мұндағы мамандар көшеттердің сапасы мен өсу технологиясына ерекше мән береді.
Топырақтың құнарлылығы, суару жүйесі, тыңайтқыш қолдану барлығы ғылыми негізде жүргізіледі. Питомниктің жұмысы ауылға қосымша серпін беріп отыр. Жергілікті тұрғындар тұрақты жұмыспен қамтылып, жаңа тәжірибелер жүзеге асырылуда. Қазыналы өлке Қарасай ауданында дәл осындай керемет питомник жұмыс істеуде. Болашақта осы питомник осы Қарасай ауданының әр ауылының көшесінің көркеюіне, гүлденуіне өз үлесін қоспақ. Қазыналы өлке Қарасай ауданының жер қойнауы да қазынаға толы. Ұңғыма арқылы жер астынан шығатын ауыз су соның дәлелі. Терең қабаттардан алынған бұл табиғи су өзіндік минералды құрамымен, тазалығымен және экологиялық ерекшелігімен бағалы. Сергей Мырза, енді бұл су жаңағы жердің астынан шығып жатыр ма? Неше метрден шығып жатыр? Бізде скважина 220 метр су шығарамыз. Основной 95 метр аламыз. Бізде екі фильтр анда ішінде тұр. Осында 11 неше түрлі фильтр бар. Кокос, кварц бар, катианит бар, микронка бар, полирующий бар. Бұл қай жақтың технологиясы қазіргі? Ол біздің технология. Ол бәрі біздің технология. Біздің технология. Казахский технология. Керемет. Орысша айтқанда наша. Бізде ең жақсы су. Вот Севин уклук, қазақша айтқанда или орысша айтқанда сила земли казахской. Табиғи суды мамандар күнделікті қадағалап бақылап отырады. Әрбір алынған үлгі арнайы зертханалық сараптамадан өткізіледі. Су құрамындағы минералдық мөлшер, тазалық деңгейі, санитарлық нормаларға сәйкестігі жіті тексеріліп тұрады. Осындай тұрақты бақылау скважинадан шығарылатын судың сапасын сақтаудың басты кепілі. Бұл жұмыс тұтынушыға тек таза, қауіпсіз, әрі шипалы су жеткізу мақсатында атқарылады. Енді сіздердегі судың құрамы қандай? Ағзаға қаншалықты пайдалы? Ғылыми тұрғыдан айтып берші соны. Ғылыми тұрғыда біздің судың өзі 220 метр скважинадан төмендігінде алынады. Ол балқаш кесу, сосын сол өзінің течениясы болады, өзінің сонымен алынған су. Ол қазбаны жұмыстардың өзі, скважинада сол суға жетудің өзі үлкен еңбек. Біз әр 50 метр сайын анализ алып, аккредитованный лабораторияларға жіберіп, согласован сонымен тоқтайтын жерде тоқтап, қазатын жерде қазып, осы глубинада тереңдікте біз тоқтадық. Дүкен сөрелерінде енді әртүрлі осындай сулар бар, иә? Енді сіздердің суларыңыз соның ерекшелігі неде деп айта аласыз? Басқа енді конкуренттермен біз таныстық, оларда біз сатып алып, оларды өңдеп, олар қараймыз ғой, бізде рынокты нақышты, жаңа өнімдер, либо бұрыннан келе жатқан суларды бізде сатып алып, олар тексереді. Біздікі олардың арасында бірінші жұмсақ, сбалансированный pH жүреді. Бізде соль, тоз, еш нәрсе жоқ. Біздің бар, бірақ минимализированный типі. ГОС бойынша 1000-ға дейін жүреді. Бізде 50-70 сондай. Енді бұл суларды байқаса, мынандай пластмасса ыдыстарға құйып жатырсыздар әртүрлі жаңағы мөлшерде. Енді бұның сақтау мерзімі қаншалықты? Әртүрлі форматқа байланысты, әртүрлі бізде сақтау мерзімі, ол ГОСпен де қамтамасыз етіледі, ГОС, утвержденный ГОСтың. Бізде еще оның құрамына біз еще қосқан нәрсеге байланысты. Мысалы, біз 547-ге, 348-ге және 1 литр суға біз озонированный су құямыз да, ол озонированный судың өзінің ГОСтмен нормативтері болады. Ал мысалы... Яғни озон судың ұзақ сақталуы үшін, құрамына? Солай қосасыздар. Ол сыртындағы, мысалы, пластмасс қой, соны шаятта, сол су екеуінің араласпауына. Яғни ыдысынан зиянды заттар бөлінбеу үшін? Ұстап тұрады. Сол үшін. Ол бір жыл ішінде ішкен кезде пластик, бір нәрсе иістер болмайтындай. Ол тек қана қорғап тұрады суды. Бұл жерасты сулары ауданның табиғи байлығының айқын көрінісі. Ал бұл байлықты игеруді ұлғайту өндірістік жобаның басты мақсаты.
Қазыналы өлке Қарасай ауданы өткені мен бүгіні сабақтасқан, рухани мұрасы терең, ұрпақ тәрбиесіне үлкен мән беретін қасиетті мекен. Оразжан Досов ауылында дәл осындай кереметтей тігін шеберханасы бар. Бұл жердегі мына көздің жауанын алатын дүниелердің барлығы осы алтын қол кісінің қолынан шығады. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен аты жөнім Байгалиева Зейнегүл Серікқалиқызы. Мен осында 18 жыл болды осы ауылға қызмет істеп деп айтсам болады. Бастағанда кішкене шағын шеберханам болды. Енді қазіргі осы жеткен дәрежеме осы ауыл несі көмектесті, ел біледі. Дүниелеріңізге арнайы көрмелер, шаралардан шақыртулар түседі, иә? Қазақи нақышта болғаннан кейін ол қазір бәрін соған бұрып жастарымызда қызығушылығы көп, жастардың қазір ұлттық нақышта киімдерімізге. Енді қарап тұрсам мына жерде әртүрлі бір дизайн деп жатамыз ғой киімнің. Әртүрлі бар, байқасам. Мына жерде жастық тұр мінекей, не деген көздің жауын алатын керемет дүниелер. Енді бұның жаңағы дизайнын кім жасайды? Өзіңіз ойдан құрастырасыз ба? Жоқ, оны өзім құрайым. Соны ненің жаңағы сұраныш болады, осылай, маған осындай керек. Яғни тұтынушылар өздері тапсырыс береді сізге, мынандай болса, былай болса деп өздері. Содан кейін өзімде қосам. Қазір интернет бар, интернеттен аламыз. Енді қазақи не болғаннан кейін соны көп халық деген бұрын үлкен кісілер болмаса, қазір жастардың өзі сұрайды. Жастардың өзің, дизайнды кішкене өзгертеміз, ой қоямыз, өте сұранысты жақсы деп. Қолөнер шебері тігіншілік өнердің ебін тапқан ісмер Зейнегүл Байғалиева ғасырлар бойы жалғасқан өнерді сақтап қана қоймай, оны жаңа деңгейге көтеріп, елге танытып келеді. Ата-бабадан қалған мұра оның қолында қайта жаңғырып, ауылдың ажарын ашып, келушілердің де назарын өзіне тартады. Шебердің еңбегі ұлттық өнерге қызығушылық танытқан жастарға үлгі болып отыр. Қуанасың. Қазір біздің неміз бір жағы Марокко, Индия болса, екінші жағы мына Пакистан, бәрі жаққа кетті. Өйткені біз шетел асып, құрлық асып жатыр дейсіз ғой, бұл еңбектердің барлығы. Бұл біздің бір ұлттық қолөнеріміз ғой, енді қолөнерімізде дәріптеліп жатыр, төрткүл дүниеге. Арбат, сол жерге барамыз, сол жерде көп басқа ұлттан келген адамдар қызығады, қызығып алып кетіп жатыр. Қызығатындай көздің жауын алады. Бізде соны көріп арнайы бас сұғып отырмыз мына шеберханаға. Өйткені ұлттық нақыш дегенде бәрібір біздің бір бойымыздағы рухымыз оянады ғой. Бұндай дүниені көрген кезде қызығушылығымыз бәрібір артады. Ана көпшілік үлкен көрмеде болғанда жаңағы басқа ұлттың адамдары келіп, әйтеуір несімен қызығып алып, соны нетіп жатқанға біз қуанамыз, біздің балалар да қуанады. Жандосов ауылы тұрғындарының бірлігі, еңбекқорлығы, оның дамуының басты кепілі. Бұл ауыл тарихқа сүйеніп, бүгінін нығайтып, болашаққа батыл қадам басып келе жатқан мекен. Еңбекқор тұрғындар, білімге құштар жастар, ауылдың ертеңі үшін ерекше жауапкершілікпен еңбек етіп келеді. Ұлттың ардауылын ұлықтап, оның мұрасын сақтап, болашаққа, ұрпаққа аман жеткізу осы ауылдың да, барша халықтың да қасиетті парызы.